Баршаңызға қайырлы күн, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасалу жолы оңай, әрі өте дәмді болып шығатын, үй жағдайында жасалатын мраморлы печенье рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін, арнаға тіркеліп, комментарийлер жазып кетіңіздер. Ал неше жасауға кірісейік. Ең алдымен бөлек ыдысқа құрғақ массамызды, яғни ұн, какао және қосылтқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық массамызды дайындаймыз. Ыдысқа жұмыртқа және қант салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Бөлме температурасында еріген сары майды жұмыртқа массасының үстінен салып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған құрғақ құрамды сұйық массамызға 2 рет бөліп саламыз. Сіздерде осындай қою шоколадты масса шығу керек. Артық ұн қоспаймыз. Енді ыдыстың бетін жауып, морозильникке 1,5 сағатқа салып қоямыз. Немесе 4-5 сағатқа түндікке тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Бізге массамыздың біраз қатқаны керек. Сол кезде қолмен жұмыс істеу оңай болады. Ыдысты морозильниктен шығарып, үлкен қасықтың көмегімен 1 қасық алып, қолмен шарик жасаймыз. Шарикті толықтай қант ұнтағына орнатамыз. Видеода көрсеткендей. Пергамент қағазы төселген табаға салып, 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 10-15 минуттай пісіреміз. Араларын бір-бірінен біраз алшақта қойсаңыздар жақсы болады. Өйткені пеште пісіп жатқан кезде көлемі біраз үлкейеді. Қант ұнтағына орнатқаннан осындай сынық тәрізді әдемі болып шығады. Өте дәмді әрі жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.